Тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Алаш болғандаdır, алаш атқа қонғандаdır, айдан аппақ толғандаdır, күннен естің жанғандаdır. Алаш болғандаdır, алаш атқа қонғандаdır, азаттық деп, қазақтық деп кеткен еді арманда бір. Азаттық деп алқынғанда, көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқыларда, ауылда тыңдағың барда, тәңіртекті түркі бабын, ауыл база тыншымаған болғаяқ деп, ұлтым маман болғаяқ деп, жұртым маман. Алаш айдары бар, ата мекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сұстерлердің сойқаны бар. Азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар, алтай арқа атыраудан ар теңізін сапырғандар. Ертеңімде белсенгендер, бостандық деп белсенгендер, көк бөрідей қабасынағы тас бұғуда теңселгендер. Алаш азат бір күн, тудай теуір ғажап күн, арыстардың арманындай қанып таза қазақ. Қожабек бабамыздың басында қойдан қатырасына Қайырхан ағамыз да келіп басқасы өзінің ақылын айтып бізге. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Бәріміз үшін көп құрмет, сыйлық. Осындай жауапты аяғына дейін жұмысты жүргізіп, Серік ағама міне шапан жауып жатыр, атамыздың астынан естелік болсын деген. Размері тура келеді екен, тура әдемі шапан деген наурызда киіп жүреді, Қожамбет атамнан естелік болсын деп міне киіңіздер. Ағамыздың еңбегін білесіздер. Енді мынау Қожамбет бабамыз жалғыз ғана осы қорға ғана үлесін қоспай, өзі де еңбек ұйымдастырушылық қабілетімен барлық істерге атсалысып, елеулі еңбегімен ерекшеленіп, елге деген құрметі арқылы көзге түскен үшін мынау түркінің алтын бесігі Алтайдың қасиетті Марқакөлге бабамыздың асына қымбат етіп еңбек еткен жайлы алғыс хатымыз, алғыс білдіреміз сізге. Құтты болсын. Мынау қомақты демеушілік көрсеткеніңіз үшін Марқакөл бабамыздың рухына арналған асқа қомақты қор беріп, адамдарды ұйымдастырып, қаражат жинауға атсалысқаныңыз үшін арнайы алғыс. Рахмет ағасы. Енді мына кітабымыз Қожамбет бабамыздың арнайы жасалған естелік болсын деп, кітап бірдеңке сөздер жазып үшін деп арналған күнделік. Бұл Ақмарал қарындасымыз жасатқан естелік, астынан естелік болсын. Енді барлық істерімізге түрткі болған осы барлық атамыздың ескерткіші де, атамыздың асы да ұйымдасуына осы Бақытбек ағамыз бен Сайлау ағамыздың еңбегі зор. Сол кісі арнайы осы бабамыздың асына осы келесі ұрпақтар саналы болсын деп, келесі ұрпақтар тәрбиелі болсын деп, ата бабасын біліп жүрсін, елін жерін біліп жүрсін деп арнайы шығарған кітабымыз. Оған Серік ағамның үлесі де бар, өте үлкен еңбек еткен осы кітапқа. Осы кітаптың шығуын, осы кітапты арнайы Серік ағамызға табыстаймыз.